Ассаламу алейкум, қош келдіңіз менің YouTube каналыма. Алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгін сіздерге бір керемет оқиғаны айтып берсем. Бір адам 8 миллиард долларын жетім жесірлерге таратқан туралы оқиғаны айтатын боламыз. Ол адам кім? Ол адам Шейх Сулейман деген қазіргі жағдайда, қазіргі уақытта Саудия Арабстанда жасап жатқан қарт кісі, яғни үлкен жасқа келіп қалған қарт кісі екен. Ол дәл қазір ол тірі екен. Сол кісінің оқиғасын айтып берсек, ол кісінің айтуы бойынша, Сулейман ағамыздың айтуы бойынша, ол бала кезінде өте бір кедей тұрған екен үйінде. Жаңа ата-анасы барлығы кедейдің кедейі болып өмір сүрген екен. Сөйтіп, бір күні мұғалімдері 1 реалдан алып келіңдер, ертең экскурсия жасаймыз деп, яғни аралаймыз деп айтқан екен. Сонымен бұл үйіне келіп, ата-анасынан 1 реал сұраған кезде ата-анасы жоқ депті. Енді қайдан алады, үйінде 1 тиын ақшасы жоқ, ол кезде 1 реалы жоқ. Сөйтіп бұл түнімен жылап, Сулейман ағамыз түнімен жылап, бұлай көреді, бұлай іздейді, сонымен жоқ, ертесіне келеді. Мектепке келген кезінде барлығы уже жиналып күтіп тұр, балдардың барлығы. Сол кезде бұлардың ұстазы бар екен. Ұстазы өте бір мейірімді кісі екен, өте бір керемет. Содан кейін сол ұстазы келіп шақырып алыпты. Сулейман, бер кел деп. Сөйтіп Сулейманға мен саған бір сұрақ қоям, саған жауап бер депті. Бірақ ол сұрақты барлығы біледі екен, бір өте оңай бір сұрақ қойыпты. Сөйтіп ол сұраққа жауап берген екен, бірдестен. Сөйтсе, бәрекелді, мін саған 1 реал деп қалтасынан шығарып берген екен ұстазы. Сөйтіп, қуанып, мәз болып, сол реалдың қарап тұрған кезде, енді әкел осы реалыңды, экскурсияға барамыз деп, жаңағы 1 реалын алған екен. Сөйтіп, жаңағы Сулейман ағамыздың енді жүрегінде, енді бетінде, түрінде барлық жерінде қуаныш, қатты қуанады. Енді ойлаңызшы, өте кедей адам, бара алмайтын болдым ғой деп, түнімен ойлап жылап келген кезінде Аллах тағала мені деп бере салып, себепкер қылып жаңағы ұстазым. Сөйтіп 1 реалын беріп, экскурсияға барады. Сөйтіп экскурсияға барып, қуанып, мәз болып келеді. Содан кейін мектепті бітіреді Сулейман ағамыз, одан кейін жоғарғы оқуларға түседі, оны бітіріп, одан кейін үлкен бір қызметте жұмыс істеп, бай адам болады екен. Мен байыдым деп айтып жатыр. Содан кейін бір күні үйде суреттерді ақтарып отырған кезінде жаңағы ұстазының суретін көріп қалады. Барлығы бірге түскен 1-класстағы. Сөйтіп сол ұстазымды тауып алайын деп, неқа телефон шалып, яғни қоңырау шалып, іздеп тауып алады екен. Сөйтіп, сол ұстазының үйіне іздеп барады. Сөйтіп іздеп барып, ұстазына келеді. Ол өте қарт кісі болған екен. Пенсияға шығып қойған, өте бір қартайып қалған кісі болып отыр екен. Сөйтіп қасына барып, Сулейман ағамыз айтады. Сіз мені таныдыңыз ба дейді. Сөйтіп анау енді бір бай адамдар енді қалай киінеді енді. Соған қарап қорқып отыр екен, андай біртүрлі болып, мынау не үшін келді маған деп ішінен ойлап отыр екен ұстазы. Содан кейін қарап отырып, сіз мені танымадыңыз ба деп 2-3 рет сұрақ қойған кезде, жоқ, мен танымадым депті. Содан кейін мен Сулейманмын ғой десе, жоқ, мен танымадым депті ұстазы. Содан кейін қарап отырып, 1 реал есіңізде ма, сіз маған 1 реал беріп едіңіз мектеп кезінде деп барлық жайды түсіндіріп айтады. Сол кезде экскурсияға алып барған едіңіз деп. Сол кезде, Сулейман, сен ба? Иә, таныдым депті. Енді қарт кісі есіне түскен, сонымен мен сізге сол 1 реалды қайтаруға келдім депті жаңағы Сулейман ағамыз. Одан кейін жүріңіз, бірақ мен қазір сізге бұл жерге қайтармаймын деп алып кетіпті, машинасына мінгізіп, енді дәу джигбына мінгізіп. Содан кейін дәу коттеджге алып кепті. Мынау сіздікі депті. Одан кейін қуанып тұр екен жаңағы ұстазы. Сол кезде мінім, мынау машина сізге деп новый әдемі машина беріпті. Сол кезінде жаңағы ұстазы қуанып тұрған кезінде, бұл жаңағы Сулейман ағамыз соның қуанышын көріп, бұрылып кетіп бара жатқан екен. Енді қуанғанын көрді, мені қайтардым деп. Сол кезде ұстазы, Сулейман, тоқта депті. Содан кейін
Енді сенің дұға тілектерің барлығы қабыл болсын әрине. Бірақ та мен мынандай дүниені қайтып аламын. Жетім жесірлер, кедейлер нан таппай аш отырғанда, жетім жесірлер үйсіз отырған кезде мен қалай аламын бұны? Сен бұл үйді сатып жібер да, сосын кедейлерге, жетім жесірлерге бер депті. Содан кейін қарап тұрыпты Сулейман ағамыз. Сөйтіп жаңағы ұстазы айтыпты. Олардың барлығына жаңағы көмектесіп, үйлерін әперіп, қарындарын тоқ қылсаң, тоқ болса жақсы болар еді деп қалған екен. Сонымен мақұл депті да, сонымен қоштасып Сулейман ағамыз кетіпті. Одан кейін ол кісінің артынан жаңа Сулейман ағамыз сол жаңа ұстазының атынан счет аштырады. Содан кейін балаларына өмір бақина жететін счет аштырады екен жаңа Сулейман ағамыз. Содан кейін ұстазының атынан 100 кедейге үй алып береді екен. 100 кедейге үй алып береді екен. Содан кейін 10 мешіт салады екен сол ұстазының атынан. Ойлаңызшы, 10 мешіт салады сол адам ұстазының атынан. Содан кейін ол жаңағы Сулейман ағамыз айтып жатыр. Мен Алладан сұраймын, маған осы дүниеде берген малымды осы дүниеде қайтармай-ақ қойшы дейді. Яғни бергеннің барлығын осы дүниеде қайтармай-ақ қойшы деп Алладан сұрайды екен Сулейман ағамыз. Маған ақыретте қайтаршы, қалдыршы деп сөйтіп айтады екен. Енді содан бері келе осы 2014 жылы қатты шу болған екен. Сол кезде жаңағы 2014 жылы Сулейман ағамыз 8 миллиард долларын кедей кемшіліктерге берген екен. Сіз ойлаңызшы, 8 миллиард долларын беріп жіберген, тарқатып жіберген яғни. Бірақ ол кісі әлі де тірі екен. Ойлаңызшы. Енді бұл жетім жесірлерге таратып жібере салды дейді. Ойланбай, себебі ол білет та, себебі қияметте ертең Алланың алдына барғаннан кейін үлкен сыйлық күтіп тұрғанын біледі ғой ол кісі. Енді осы оқиғаны айта келе біз жаңағы садақамызды беріп тұрайық. Қолдан келгенше кедейлерге, жетім жесірлерге қазір көп қой бізде мысалға бала шағасы көп, мысалы жесір әйелдер де бар, ондайлар көп, 5-6 баласымен қалып кеткен, немесе күйеуі тастап кеткен, ондай көп негізінде ондай семьялар. Сондайларға да көмектесіп тұрайық, ертең иншалла алдымыздан шығады. Зекет беріп тұрайық қолымыздан келгенше. Енді осы Сулейман ағам сияқты бола берейік, Алладан сұрайық, Құдай қаласа, Құдай соған жеткізсін. Келесі кездескенше айтпақшыдай мен ұмытып бара жатыр, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Барлықтарыңызға Алланың нұр жаусын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және де әр қайсыларының үйлеріңізде бақыт, береке, бірлік болсын. Жүректеріне иманы толы адам болсын. Үйде азан шақырылып, 5 уақыт намаз оқып, маңдайларыңыз сәждеге тисін. Аллах Тағала берекелді төгіп сіздерге берекелі қылып ақша берсін. Тола перзент берсін, тола байлық берсін, және ақыреттің осы дүниенің бақытын берсін. Амин, Аллах бақыт сіздерге. Және де келесі кездескенше менің каналымда сау сәлемет болыңыздар.